Елестетіп көрініші, сізге тегін үй беріледі, білім де тегін. Тіпті жұмыс істемесеңіз де, мемлекет ай сайын жақсы жалақы төлейді. Бұл ертегі емес, шынайы өмір. Мұндай мүмкіндікті беретін ел Біріккен Араб Әмірліктері. Әмірліктер мұнайдың арқасында байыған елдердің бірі. Бірақ байлық тек элитаға ғана емес, қарапайым азаматтарға да тиесілі. Бұл елдің әрбір азаматы мұнайдан түсетін табыстың бір бөлігін алады. Үкімет жаңа отбасы құрғандарға тегін үй береді. Жоғары оқу орындарында оқу тегін. Және тіпті шетелде білім алуға да грант беріледі. Жас аналарға және отбасыларға ай сайын мемлекеттік жәрдемақы төленеді. Бұл елдің болашағы үшін инвестиция. Азаматтар бақытты болса, ел де гүлденеді. Айта кетейік, бұл артықшылықтар тек ел азаматтарына ғана берілген. Шетелдіктер үшін жағдай басқаша. Сондай-ақ бұл жүйенің де сыншылары бар. Олар мұндай жеңілдіктер еңбекке деген ынтаны азайтады дейді. Дегенмен, Біріккен Араб Әмірліктері заманауи технология мен дәстүрлі байлықты сәтті үйлестіріп отырған ерекше ел. Сіз мұндай елде өмір сүргіңіз келеді ме? Пікір қалдырыңыз. Лүпіл басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.